Ay şıkkan жоқ тезек бile. Бол, Нұрсұлтан бол. Көбірек жағында. Салдыр қайта. Сал. Әне, келе жат. Біреу. Қайда бар жатсың? Комнатама бара жатырмын, апай. Мына жүгірмекте қайсы алып кеткен конфетті? Келдер, едесін жағын көрейік. Кел, аш. Балаларға апарайық, балаларға. Қалталарына салыңдар. Дезейін қош есті. Қорға атар. Кешегі ирис кәмпит сенде ма? Жоқ. Сенде ма? Менде. Кел досым, дәмін көрейік. Мә, же ғой. Жейсіңдер ма? Жемейсіңдер. Мә қарындасым, сен же. Рахмет. Жинаңдар. Алин сақпаш. Тас сақпаш. Көріңдер. Осының бәрі сенгіні. Шық барлығы! Қайда жүрсіңдер? Шық! Тұр бір қатарда. Қайсың конфет ұрлап жүр? Ей, балалар үйінде конфет ұрлау деген не масқара, не тірлік ол, а? Қайсы? Ей, аш жүрсіңдер ма? Сен барлығы? Жоқ. Или сен ба? Жоқ. Может, сен шығарсың, а? Я, апай, мен алдым. Бәсе? Апай, біз емес қой, айтсаңдаршы, Нұрсұлтан әлі сендер ғой бүлдірген. Жоқ, біз емес. Ей, тұр. Тұр барлық. Шығар. Мына ұрлықшы қолдарыңды екінші жиып жүретін болыңдар. Сен қыздар елесің. Не? Анаңның артынан бар. Ұрлықшы болайын дедің ба? Мен ғана мұнда емес. Жина қолыңды. Тіліңді тар. Анаңның өмір саған үлгі болмай жатыр ма екен? Олар менің анам қандай екенін білмейді ғой. Менің анам әлемдегі ең жақсы адам. Менің анам ешқандай да адам өлтірмеді. Осыдан көресіңдер, менің анам әлі де келеді. Мама, мен сені күтемін. Сұрайлармын толғайды, жанымдан толғайды. Анамдай адал болмайды, анамдай адал болмайды. Жалғызым жан жанада, мақтанам мағалатын. Ананың жаны бос тұрмайды, ананың жаны балаған. Аналар ұрсынар, әкенің сөзі жоқ шығар. Жұлмақ жағады жоқшылар. Пештен болғайды, пештен болғайды. Жетіған жердің үстінде анамдай адам болмайды. Анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтанып маңы бала.
Әй қыздар, мына шаштарыңды жинап, сабақтарыңды жақсы оқып, өз-өздеріңе қарап жүріңдер. Сосын сен қыз бар ғой, не жетіспей жүр саған, а? Не үшін шығарып жүрсің? Мен сендерге бірдеңе айтайын деген едім. Иә, ертең картошка теруге барасың. Жұмыс бастан асу. Алдыңғы жылы көктемде картошка еккен тұғын. Соны теруге барасың. Ертең таңғы сағат 6-да барлығы тап-тинадай дайын тұрды. Автобус келет, бірге барамыз. Сосын ұлдар сендерге не жетіспей жүр? Қыздар, өсектің дыңдамай шығыңдар. Кет. Тез. Сен екеуің, не істеп жүрсіңдер? Не үшін шығарып жүрсіңдер, Кетіңдер, көзіме көріп. Дамир, жүрсің. Екеуіңе бөлек әңгіме. Екеуің балалар үйінің бұрыннан бері келе жатқан жетімдерісіңдер. Екеуің өзгеге үлгі болып, шу шығармай жүретін адамсың. Не тірлік бұл? Қайдан көрдіңдер бұндай? Ұрлық деген балалар үйі үшін не масқара? Ұрлық төбі, құрлық, қорлық біліп жүріңдер сол. Мен сендермен кейін тағы сөйлесем. Жаңағы берген тапсырманы ұмытпай, ертең таңертең дайын тұрыңдар. Барып жатып ұйықтаңдар. Картошка оғын төсек салыңдар. Картошка теруге барасың. Кеше айтып едім ғой. Әлі дайын еместерін қараш бұлар. Дамир, тоқта. Біз Гүлапай үйіне баруымыз керек еді ғой. Ой, қойшы оны да. Кеше ғана ұрыс естіген едік қой. Мен тағы да ұрыс естігім келмейді. Жоқ, біз Гүлапайға уәде бердік. Көңілін қалдырмай. Жүр кет. Жүрші. Гүлапай! Қазір, міне. Ой, жандарым-ау, қалайсыңдар? Сағындым ғой сендерді. Қалайсыңдар? Шүкір апай, өзіңіз қалайсыз? Жүріңдер, үйге кіріңдер. Сендерге ана тәтті шай жасап қойдым. Маған біріншіден киімдеріңді жуып беріңдер. Киімдеріңді беріңдер. Сендер шомылып боламын дегенше мен киімдеріңді жуып, шай дайындап қоямын. Ма жандарым, кірлеп кетсіңдер ғой. Біз үйдегі мошаға шомылып аламыз. Жақсы болды ғой? Ағарып қалап болды, Моншаға түспей келіп көп еді. Апай да бір ұрса берді ғой. Гүл апай жақсы. Шомылдырады. Күшті. Дос Нұрсұлтан, сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұрай бер. Осы сені шынымен де қоқыстан тауып алған ба? Құмаш кетемін. Қайдағы? Жоқ, әзіл ғой, әзіл айтқаным ғой. Соңында сен қалсың. Онда сенің отбасың, бауырларың қайда? Менің отбасым, әкем кешке қарай ішіп келіп бізді ұратын. Содан кейін менің адам осыдан 1-2 ай бұрын қайтыс болып кеткен. Сол анамды сағынып жатырмын. Осылайша мен детдомға түсіп кеттім. Ал қарындасың қайда? Ал қарындасым болса, менің әкем қарындасымды казиноға құлдыққа төгіп жіберді. Әкем жаман адам, мен оны ешқашан кешірмеймін. Ал сенің отбасың детдомға қалай түстің? Менің әке шешем, 2 қарындасым бар еді. Анам осы жақында қайтыс болған еді.
болғанын көтере алмай, сол түні маған былай деген еді: балам, сен осы бір жерде тесіп шығасың-ау, әлі де қарай тұр. Мен сенің балаларыңды, әйеліңді, тойларыңды көретін едім, деп маған айтты. Мен сол түні қуанышпен, нұрмен ұйықтадым. Қатты қуандым, әкем менің балаларымды, тойымды көреді деді. Ал сол түні үйде шу басталды. Еш нәрсе түсінбедім. Жан-жаққа қарадым, барлығы у-шу. Bir қарасам, әкемді бір жаман адамдар көтеріп алып бара жатты. Басында түсінбедім. Сөйтсем, менің анам қайтыс болған кезде анамды көтеріп алып кеткен жаман адамдар екен. Ал сол кезде мен олардың жаман адам екендерін көрдім. Менің әкемді жерлеуге алып бара жатты. Ал солайша қарындасым екеуміз осы балалар үйіне түстік. Эх, досым, еш мұңайма, әлі де байлық, барлық армандарымыз онда, әлі мақсаттарымызға жетеміз. Досым, біз мәңгі дос боламыз. Гүл апай, кірмеңіз. Машада ялықын түрлерінен. Мана шешелерді киіп алыңдар. Мен оған сендерге шай дайындап қоямын. Жақсы oldu. Сол, таза қалды. Гүл апай, өте жақсы. Рахмет, Гүл апай. Гүл апай, кіре беріңіз. Балалар келіп болдыңдар ма? Міне сендерге ардып мен жетішемет дайындап қойдым. Ауыз тиіңдер. Қасындағы балалар неге ертіп келмедіңдер? Түрінің өзі айтып тұр ғой, тәтті. Қой, шай ішейік. Қарным ашты. Менің де. Қастарына балаларға алып беріңдер. Олар да ауыз тиісті қандар ашқан шығар. Қарындар ашады ғой. Мана да шай ішіңдер. Рахмет. Кетіңдер үйге не болып жатыр? Бәрі жақсы ма? Апаларың ұрыспай ма? Біздің бір қатал апай бар, өзінің бір кілті бар, бізді ұра береді сонымен. Бірақ та бәрі жақсы, қаталдық болмаса, бірақ жақсы апай. Ой, өзі еккен огородқа картошкаларын бізге тергізе береді. Сол ғой. Бізге ұрсат, ұрат, жаман кілті бар, қатты. Сонымен тұрады да, қолдарын жайыңдар деп айтады. Солайынан қолымыздан тарс-тарс еткізіп ұрады. Содан қолымыз бөгеліп қалады. Бірақ қатты да ауырмайды. Ол келесі рет ұрмасын деп, ай деп қоя саламыз. Сол. Балалар, ол апаларын тыңдаңдар. Ол апай сендер жаман болсын демейді. Тәрбиелі болсын. Ата-анасы жоқ болса да тәрбие үйінен тәрбие алсын дейді. Түсіндік. Ол апайларын да жақсы қамқор көрсетіңдер. Оларға сендерге солай қамқор көрсетеді. Тойдыңдар ма? Амин. Балалар, мына жетіңдер үйдегі балаларға бар беріңдер. Қазір аштыр, ауыз тиісін. Гүл апай, рахмет. Рахмет, біз сізді әлі де сағынатын боламыз. Келеміз тағы. Келесіде көп болып келеміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар, балалар. Балалар үйінің терезесінен үнемі қараймын да отырамын. Мама, білесің бе? Мен сені қатты күтемін. Бірде түсімде ұзын шашты әйелдің бейнесін көрдім. Менің анам шығар деп жүгіре бергенімде ол ғайып болды. Сондай бір күндердің бірінде терезенің алдында сені әдеттегідей күтіп отқан тұғынмын. Терезе сыртынан өзіңе ұқсас бейнені көрдім. Мама деп тұра жүргенімде құлатып алдым алдымдағы құмыраны. Ол сынды. Білесің бе, мам, сол кезде тәрбиеші жетіп келді де мені ұра жөнелді. Мына жерім әлі де көкеріп ауырып тұр. Я тәңірім, анама бір түйір мейірім берші, Аллам. Өтінем, анам келіп мені алып кетсінші. Анам екеуміз бақытты болайықшы, Аллам.